Баршаңызға сәлем. Бүгін мен наурыз көже дайындадым. Молшылық пен берекенің символы менің дайындауымда қалай шықты екен. Алдағы уақытта сіздерге көрсететін болам. Қыздар, наурыз көженің дайындалу жолы әр отбасында әртүрлі. Бірақ ең бастысы, құрамында 7 түрлі тағам болу керегін ұмытпайық. Ет, дәнді дақылдар, су, тұз, құрт, айран болмаса, кейбір адамдар сүтті де қосып жатады. Ал енді наурыз көже қалай дайындалады жалпы? Етіміз піскеннен кейін етті сүзіп алып, дәнді дақылдарды бөлек-бөлек пісіріп аласыздар алдын ала. Одан кейін жаңағы қайнаған сорпаға қосасыздар біртіндеп. Мінекей өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай мен тары, жүгері, маш, күрішті қостым. Кейін бір 5-10 минут қайнағаннан кейін сорпаға құрт қостым. Одан кейін етті салдым. Мінекей, наурыз көжеміз дайын болды. Жалпы қазақта наурыз көже ішкен адам жыл бойы тоқ жүреді деген ырым бар. Бұл көже бірлік пен берекенің, татулық пен амандықтың символы. Дәл қонақтарға ұсынар алдында бір қасық айран қоссаңыздар әбден болады. Астарыңыз дәмді болсын, наурыз мерекесі құтты болсын.